Сәлем достар, сіздермен бірге БККЗ. Бүгін біздер сұрақ жауаптың бірінші бөлімін түсіретін боламыз. Бірінші сұрақты бізге Ермұхамед Айтөре деген бала қойыпты. ютубқа қалай келдің дейді. Мен уже ұмытып қалдым. ютубтан аккаунт көшіруді қалай жасауға болады деп іздендім. Содан кейін ютубқа видеоны қалай салады деп жазсам шықпады. Содан бір басында видео камерамен сөйлетіп тұрды. Соны басып қарасам менің видеом тұрды. Біреуін басып атын жазып жіберсем ютубқа жіберілді. Осылай келіп алдым ютубқа. Екінші сұрақты бізге VenKZ деген бала қойыпты. Мен сенің досың ба, или подписчигің ба, или хейтерің ба деп жазыпты. Сен менің әрине подписчигім жоқ, досыңмын. Өйткені сенің VenKZ дегеннің стримдарыңа түсіп тұрам, сондықтан менің жақын досым болдың. Келесі сұрақты бізге мистер Бака қойыпты. Сенің достарың қанша дейді. Білмеймін, санаған жоқпын. Подписчиктерге рахмет деп айғала дейді. Жоқ, ол деген достар сұрақ жоққа жатпайды. Тек ол тапсырма. Достар, тапсырма болатын кезде қоясыздар, мен тупоймын деп айғала дейді. Жоқ, ол да тапсырма болады. ProGamer Counter-Strike жазыпты. Нешедесің дейді. Мен 11-демін. Неше оқисың дейді. 5 оқимын. Туған күнің қашан дейді. Бүгін әрине достар. Құттықтай берсеңіздер болады. Туған күнім бүгін. Сәлем жолда дейді. ProGamer сәлем. Келесі сұрақты бізге Рустар деген бала қойды. Растармет. Маған сәлем жолда дейді. Растар сәлем. Махаббатын жолықты. Не істейсің дейді. Не істеймін енді. Білмеймін достар. Бұл сұрақ орындалмады. Апаймен ұрысып көрдің ба дейді. Жоқ әрине. Басыңа су төк. Сол тоже тапсырма ғой достар. Тапсырма болатын кездер сондайларды қоясыз. Болашаққа жоспар. Болашақта мен адвокат немесе боксер немесе футболист болғым келеді. Екінші, қанағаттандырмағандықтарыңыздан деп 3 рет айт дейді. Қанағаттандырмағандықтарыңыздан. Сүйіп көретін ютуберің AliKZ. Мал деп анайт дейді. Мал дей ма? Неон KZ, түсінбедім сұрағыңды. Сау болыңыздар, сіздермен бірге болған БК. Бүгін бізде сұрақ жауап рубрикасының бірінші бөлімін түсірдім. Сау болыңыздар.